папа мама бүгін Айнөктің түсінде атасы аян беріпті. Қош. Аян бет. Нал дейді. Атам келіп айтты, жиен немеремнің атын Мигель деп қойыңдар дейді. Кім? Мигель. Атаң фантазиясы қатты екен. Мигелнес? Айтпақшы, мына сендер мамаларыңда папасы келген ғой түсінде? Иә. Айтшы. Кеше түсінде нешелерде келді сенге түсіңе атаң? Таңға қарай ма? Онда как раз по очереди келген екен. Маған тек ұйықтайын деп жатқан кезде тек көзім жұмдым, ол да келді ғой. Ертерек асығыспын деп айтты ғой. Маған келді, жатарда ұйықтайын деп жатқан кезде қатар кірді, тек сразу асығысы келді де. Сөйтеді, мен андай баланың атын срочно Темірлан деп қойыңдар, әйтпесе деп кәдімгідей маған қатты қабағын түйіп айтты. Кәдімгідей ұрысып айтқан еще кішкене қаталдау болған. Иә, сен көрдің ба сол түсті тоже? Иә, бірінші менен сұрады ғой, біздің қыз қайда деп. Мен көрсетіп жүрмін, міне жатыр деп ше. Сонда ғой как раз. Мен сырттан қарап тұрмын, саған бірдеңе айтып жатыр екен, сосын мен естіген жоқ.